Менің атым Ләйлә, жасым 27-де. Өмірім қалыпты, үйленгеніме 3 жыл болды. Күйеуім Ерлан, ол жиі сапарға кететін. Оның әр кеткен сайын мен үйде жалғыз қалып, уақытты күтуге арнайтынмын. Бір күні жұмыстан қайтып келе жатып, жол апатына түстім. Көлігімнің дөңгелегі жарылып, жол шетіне шығып кеттім. Жарақатым аса ауыр болмаса да, бірнеше апта ауруханада жатуым керек болды. Ал Ерлан дәл сол уақытта шетелдік сапарда еді. Ол қатты уайымдады, бірақ елге қайта алмады. Сол себепті мені ауруханада жиі іздеп келіп жүрген бір адам болды. Оның ең жақын досы Арман. Арман бізбен көптен таныс. Көңілді, әзіл қой, бірақ жауапкершілігі бар азамат. Жасы 30-ға жаңа келген. Ол менің халімді білуге күнде келіп тұрды. Алғашында болмаған ыңғайсыз көрінген, бірақ уақыт өте оның жанымда болуы көңілімді көтеретінін сезе бастадым. Ол келген сайын жеміс әкелетін, қалжыңдап күлдіретін. Ең бастысы, ол мені шынымен тыңдайтын. Күйеуімнің жанында кейде айтылмай қалған ойларымды Арманға еркін жеткізе бастадым. Кешкісін аурухана дәлізі тынышталып, палаталарда жарық әлсіреген кезде біз ұзақ сөйлесетінбіз. Оның жанарында бір жылулық бар еді. Сол жылулыққа қарай тартылып бара жатқанымды жүрегім сезетін. Бір кеште ол маған мұқият қарап: Ләйлә, сен мықтысың, бірақ шаршап кеткеніңді көремін. Ерланның жанында жоқтығы қиын болған шығар, деді. Мен оның даусынан мейірім ғана емес, әлдеқандай жасырын сырды сездім. Жүрегім шым ете қалды. Сол сәттен бастап мен Арманды бұрынғыдай Ерланның досы емес, басқаша қабылдай бастадым. Ауруханада күндер бір-біріне ұқсап өтіп жатты. Бірақ Арман келген сәтте уақыт тоқтап қалғандай болатын. Ол келгенде палатаның ауасы да жеңіл, жылы боп кететін. Бір күні кешкілік сыртта жаңбыр жауып тұрды. Терезеден тамшылардың сыбдыры естіліп, бөлме іштей тып-тыныш еді. Арман әдеттегідей әңгімелесіп отырды да кенет үнсіз қалды. Оның жанарындағы көзқарас бұрынғыдан өзгеше еді. Ләйлә, сен соңғы күндері маған түсініксіз әсер етіп жүрсің, деді ол төмен дауыспен. Мен таңырқап күлімсірегендей болдым. Қалай сонда? Дедім жай ғана. Білмеймін, сенің қасыңда отырсам, уақыттың қалай өткенін сезбеймін. Әзіл емес, шыным. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Мен де бұл сөздерді іштей күткендей едім. Бірақ айтуға батылым жетпейтін. Кешкісін ол тағы келді. Палатада бізден басқа ешкім жоқ болатын. Әңгіме біртіндеп сырласуға, жасырын ойларға ұласты. Біз екеуміздің арамыздағы шекараның күннен күнге жоғалып бара жатқанын анық сездім. Арманның қолы үстелдің үстінде менің алақаныма абайсызда тиді. Сол сәтте денемді ыстық ағыс шарпығандай болды. Қолын тартып алар ма екен деп күттім, бірақ ол қозғалмады. Керісінше, саусақтарын менің қолыма жеңіл қыса түсті. Мен көзімді төмен салдым. Бірақ жүрегімдегі дауыс анық естілді. Бұл тыйым, бірақ мен соған қарай жүріп барамын. Сол түні алғаш рет мен өзімді кінәлі сезінсем де, Арманға қарай іштей ұмтылғанымды жасырмадым. Ауруханадан шыққан күнім есімде. Күйеуім әлі сапарда еді. Арман көлігін айдап келіп, мені үйге өзі жеткізді. Күн бұлтты, көктемнің қоңырсалқы желі есіп тұрды. Үй іші бос, тыныш болатын. Жалғыз қалмай-ақ қояйын ба? Деді ол есіктің қасында тұрып. Білмеймін, дедім күбірлеп, өзім де жалғыздықтан қорқып тұрғанымды сезіп. Ол кіріп келді. Біз ас бөлмеде отырып шай іштік. Әңгіме баяу басталды, бірақ көзқарастарымыз жиі түйісетін болды. Ауаның өзі біртүрлі қоюланып, әрбір үнсіздік жаңа мағына алып бара жатты. Арман қолын үстел үстінде менің саусақтарыма жай ғана тигізді. Бұл жолмен тартылған жоқпын. Қайта жүрегімде әлде бір аңсар оянды. Ләйлә, деді ол сыбырлап көзіме тіке қарап. Біз қателікке барамыз ба, білмеймін. Бірақ сені қазір осылай қалдыру қолымнан келмейді. Оның сөзінен кейін бойымды ыстық толқын қарып өткендей болды. Мен қарсы шығуға тырыспадым. Қолымды өзінен өзі оның алақанына қойдым. Сол сәттен бастап бізді ұстап тұрған барлық тыйымдар жойылды.
Арман мені бауырына басты. Оның иығындағы иіс, құшағындағы жылулық бәрі маған қатты жетпей жүрген нәрсе еді. Ерланның жоқтығынан туған бос кеңістікті Арманның жылулығы толтырып бара жатты. Көзім жұмулы, денемде әрбір жанасуды сезініп, өзімді бұрын-соңды мұншалықты тірі сезбегендей болдым. Біз асықпай, үнсіз ғана бір-бірімізге жақындай түстік. Оның қолы арқамды сипағанда, ішімдегі барлық күдік пен қорқыныш ұмыт болды. Бұл сәт құмарлық емес, екеуміздің де ішімізде ұзақ уақыт бойы жиналып келген жасырын аңсардың ақтылуы еді. Біз бір-бірімізді таба отырып, сол аңсарға беріліп кеттік. Сол түні біз шегінбедік. Арман екеуміздің арамызда жасырын құмарлық толығымен еркіндік алды. Уақыт тоқтап қалғандай болды, тек екеуміз ғана бармыз, қалған дүние ұмыт болды. Таң ата ол үнсіз киініп алды. Көзінде бір жағынан жылулық, бір жағынан қорқыныш бар еді. Біз не істедік, Ләйлә? Деді сыбырлап. Мен жауап бере алмадым. Көңілімде мың түрлі сезім арпалысып жатты. Бір жағынан кінә, бір жағынан тоқтаусыз тартылыс. Келесі күндер ауыр өтті. Арман жиі келмеді. Тек анда-санда хабарласып, жақсысың ба деп қоятын. Әр сөзінен қашып жүргендей сезілетін. Ал Ерлан іссапардан оралды. Ол мені сағынып келді, мейірімін төкті. Бірақ менің көзімде бір сыр бар екенін сезгендей болды. Жаным, сенде бәрі дұрыс па? Деді ол. Мен күлген болдым. Бірақ шымалай дүлей еді. Арманмен болған сәтті ұмыту мүмкін емес еді. Сол бір түн менің өмірімді екіге бөлгендей болды. Кейде мен өзімді алдағандай сезіндім. Бұл тек жалғыздықтан туған әлсіздік болды деп жұбаттым. Бірақ жүрегім Арманды ойлаудан тыйылмады. Оның жанары, құшағы, дауысы бәрі ойымнан кетпейтін. Мен сол күннен кейін түсіндім, адам кейде өзін мықтымын деп ойлағанымен, тыйым салынған бір сәттің алдында әлсіз боп қала екен. Қазір менің жанымда Ерлан бар. Ол менің күйеуім, менің отбасым. Бірақ жүрегімнің бір түкпірінде Арманға деген жасырын жылылық әлі сақталған. Бұл жылылық ешқашан ашық айтылмайды, ешқашан қайталанбайды. Бірақ ол бар. Және мен сонымен өмір сүріп келемін.